Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу достар UFC 315 турнирінің co-main ивенті. Әйелдер арасында 125 фунт салмаққа дейін өтетін керемет титулдық белдесу болмақ. Жанкүйерлердің өте көптен күткен кездесуі дәл қазіргі чемпион Қырғызстандық Валентина Шевченко мен нөмірі 1-ші орында рейтингте тұрған. Бір жылдан бері осы титулдық белдесуді күтіп жүрген француздық Манон Фюро арасында өтетін керемет тартысты кездесу болмақ достар. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дерлік Манон Фюроны фаворит ретінде көріп отыр. Әрине біз білетіндей Валентина Шевченко бұл UFC-да өзінің титулын 7 мәрте қорғаған аңыз жауынгерлердің бірі. Әрине бұл көрші Қырғызстан елінің мақтанышы болып табылады. Валентина Шевченконың біз білетіндей барлық жаны керемет дамыған жауынгер екендігін білеміз. Бұл жауынгердің бокстасу стилді, күресу стилді, грэпплинг стилі, джиу-джитсу, граунд энд паунд стилінің өте керемет деңгейде екенін атап өтейік. Ал француздық Манон Фюроға тоқталатын болсақ, Манон Фюроның атап өтетін нәрсесі бұл жауынгердің муайтай стилі мен кикбоксинг стилінің өте керемет деңгейде екенін білеміз достар. Қос жауынгердің соңғы өткізген екі кездесуіне тоқталатын болсақ, Манон Фюро өзінің соңғы екі кездесуінде біз білетіндей өткен жылы наурыз айында Американың Атлантик Сити қаласында өткен UFC Fight Night'тың бас кездесуінде Американың үміті Эрин Бланчфилдті 5 раунд бойы доминантты түрде жеңіске жеткенін білеміз. Ал оның алдында кездесуде Манон Фюро 115 фунт салмақта 2 мәрте чемпион болған, дәл қазіргі сәтте 57 кг салмақта өнер көрсетіп жүрген Роуз Намаюнусты жеңіске жеткенін білеміз. Ал Валентина Шевченконың соңғы екі кездесуіне тоқталатын болсақ, әрине біз білетіндей Валентина Шевченко UFC 306 турнирінде Алекса Грассомен өткен 3-ші кездесуде жеңіске жеткен болатын төрешілердің айқын басымдылық шешіммен. Ал оның алдында өткізген бір жыл бұрынғы Мексиканың тәуелсіздік күніне ұйымдастырылған арнайы UFC Fight Night'та Алекса Грассомен тағы бір екінші кездесуінде тең нәтижемен аяқталғандығын білеміз. Менің ойымша бұл кездесуде Валентина Шевченко Манон Фюродан төрешілердің шешімімен басым түсу арқылы доминантты түрде жеңіске жету арқылы өзінің екінші рет чемпион болу барысындағы алғашқы титулдық белдесуін сәтті қорғауы тиіс деп есептеймін достар. That was a terrible head kick. That woman is a straight up